Көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Аспанмен астасқан ұлан-ғайыр дала, жылқылардың дүбірі, самал желмен тербелген киіз үйлер. Бұл біздің ата-бабаларымыз, көшпенді қазақтар. Бірақ бір қызығы, осыншалық кең байтақ жерді иеленген ұлт неге ежелгі гректер сияқты алып қалалар тұрғызбады? Неге Қытай, үнді, парсы сынды өркениеттермен қатар тұрақты қалалық мәдениет қалыптастырмады? Тарихшылар бұл сұраққа талай жауап айтқан. Ал біз бүгін сізбен бірге сол жауаптарды ақтарып қана қоймай, ел арасында айтылатын өсекке ұқсас әңгімелерге де көз жүгіртеміз. Себебі кейде шындық дәл сол өсек ішіне жасырынып тұрады. Бірінші себеп, табиғаттың өзі қазақты көшпелі болуға итермелеген. Қазақ жерінің көп бөлігі шөлейт пен дала. Бұл жерде егіншілікпен айналысу үлкен тәуекел. Қуаңшылық жиі болады. Сондықтан ата-бабаларымыз мал бағып, мал қайда сонда қоныс аударып отырған. Малға жайылым керек. Ал жайылым бір орында қалмай көшіп жүрсе ғана сақталады. Бір жерге тұрақтаса, шөп құрып, мал қырылып қалады. Екіншіден, қазақтың байлығы жер мен мал болған. Көптеген отырықшы халықтар сауда мен егіншілікке тәуелді болса, қазақтарға мал, азық, киім, көлік, тіпті валюта орнына жүрген. Біреумен соғыспай-ақ байлыққа жетудің жолы мыңғырған мал өсіру еді. Ал мал бағу үшін көшу керек. Үшіншіден, қазақтың жаулары көп болған. Далада қала салсаң, жау алдымен соны шауып кетеді. Қала тұрақты нысана. Ал көшпенді өмір қауіпсіз. Бүгін мұндасың, ертең басқа жерде. Жау іздеп жүріп, шаңға айналған ізіңді қана табуы мүмкін. Бірақ бір қызығы бар. Қазақ даласында қалалар болған. Сауран, Сығанақ, Отырар, Тараз, осылардың бәрі қазақ жерінде орналасқан ежелгі қалалар. Бірақ оларда тұрақты түрде қазақ рулары отырмаған. Бұл қалалар керуен жолының бойында орналасқан сауда бекеттері, медресе мен мәдениет орталықтары болған. Қазақтар бұл қалаларға қысқа уақытқа ғана келіп кетіп отырған. Сауда жасайды, керек кітап, мата алады да қайта даласына аттанып кетеді. Тағы бір мифтік әңгіме бар. Қазақтар қала салудан әдейі бас тартты дейді. Өйткені олардың дүниетанымында табиғатпен үйлесімде өмір сүру басты орында тұрған. Қаланың тас қабырғасы мен темір қақпасы олар үшін тұмшаланған тордай көрінді. Киіз үй, даланың тынысымен үндесіп тұрған тірі баспана. Бірнеше минутта жығып, түйеге артып, жаңа көктемге қарай кете бересің. Бір қызық болжам бар. Кейбір тарихшылар қазақтардың қала салмауының саяси себебі болды дейді. Орта Азияда хандықтар жиі ауысып отырды. Бір хан келіп қала салса, екіншісі келіп қиратып кететін. Осылайша қазақтар ұзақ өмір сүрудің жолы тастан емес, дәстүрден тұрғызу деп шешкен. Мәдениет рухта. Қала бүгін бар, ертең жоқ. Ал енді бір ел арасында айтылатын, жынды өсекке ұқсас, бірақ бәлкім дегізетін аңыз бар. Қазақ даласында бұрын аспанмен таласқан қалалар болған дейді. Бірақ оларды бөтен бір күш, жындар, не болмаса сырттан келген ғаламшарлықтар бір сәтте жойып жіберген. Себебі бұл қалаларда ерекше энергия болған. Қазақтар содан кейін қала салсаң көзің кетеді деген ырымға сеніп көшпенділікті таңдаған дейді. Әрине, бұл ресми тарих емес. Бірақ аңыздың түбі шындық қой, иә. Қазір кейбір археологтар Маңғыстау мен Қызылорда маңындағы қазба жұмыстарында құпия қалалардың ізіне тап болып жатыр. Олар тіпті осы қалалар ежелгі қазақ тайпаларына тиесілі болуы мүмкін дейді. Бірақ олар неге жоғалып кетті? Тарихта бұл сұрақтың жауабы әлі жоқ. Қорытындылай келе, қазақтар қала салмаған жоқ емес, салған. Бірақ олар үшін ең бастысы еркіндік болды. Еркін ауада еркін жүріп, өзінің заңын өзі құрып, табиғатпен үндесте өмір сүру, осы рух көшпенділікті таңдады. Бірақ бір сұрақ әлі күнге мазалайды. Егер қазақтар қалалар тұрғызып, соларды сақтап қалған болса, әлемдік өркениет картасында қазақтар қай сатыда тұрар еді?